Жалпы киім киюдің үкімі не киім киюдің үкімі? Киім киюдің үкімі әртүрлі, иә? Сүннет десек, демек жалаңаш жүруге бола ма деген мағына туады ғой, иә? Сүннет деген амалды орындауға да орындамауға бола ма? Яғни киім киюдің үкімі, яғни киіммесең жалаңаш жүруге болмай ма? Болмайды, иә? Жалаңаш жүру харам, әуретшен көрсетпейсің ғой. Демек киім киюдің үкімі кейде фарыз болады екен. Киім киюдің үкімі кейде мустахаб болады екен, кейде мубах болады екен, кейде макрух болады екен. Жақсы ма? Демек киім киюдің өзінің әдептері де бар, оның үкімдері де бар екен. Иншалла, соны бүгінгі сабақта айтатын боламыз Аллаға. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп кітаптың мәтінінен бастасақ, иншалла, уәл-кисвату минха фардун дейді. Киінудің бірінші фарыз болған түрі бар дейді. Киіну керек болады, фарзы мөлшері бар. Ол қандай фарыз мөлшері? Ол әуретті жабатындай болу фарыз дейді. Әуретті жабатындай мөлшерде киіну бізге фарыз болып табылады. Әуретті ашу болмайды, харам. Және дейді, және ыстық пен салқынды адам ыстықтан қиналып қалмайтындай, салқыннан өзіне зиян беріп алмайтындай мөлшерде киініп жүру фарыз екен. Адам денсаулығын сақтау міндетті, бізге аманат. Жақсы ма? Сонда демек киімнің әуретін жабық болып ыстық пен суықтан сақтайтындай мөлшерде киініп жүруі бұл фарыз екен. Жақсы ма? Бірақ осы киімнің болмысы не болу керек дейді? Киімнің болмысы ол мақтадан болу керек дейді. Киім мақтадан болу керек. Әуіл киттан, немесе былғарыдан, яғни леон дейді қазір. Леоннан болу керек деп жатыр. Әу суф, немесе жүннен болу керек. Али уифақи суннати, сүннетке сай болу керек. Маталар неге айтып өтіп жатыр? Өткен ер азаматқа жібек мата кию харам. Демек маталар да маңызды екен. Жақсы ма? Осы маталардан киім болуы абзалырақ болады екен.